Зрениеңмен проблемаң болса, осы видеоны соңына дейін қара. Сәлем, менің атым Қазына, бұл YouTube арнамдағы кезекті видео. Байқап отырсаң, уже качество кішкене жақсарып келе жатыр. Жалпы қай жерге фокусыңды арнайтын болсаң, сол жер өркендейді, өседі және нәтиже алып келеді демекші. Менің де осы YouTube-ға көңіл бөліп, сіздерге жалпы өзімнің оқырмандарыма, Инстаграмдағы 5 мыңнан астам оқырманға және TikTok-тағы 8 мыңнан астам оқырманға зрение жайлы, жалпы көздің саулығы жайлы, көз деген ол қандай орган, жалпы офтальмолог ретінде емес, именно қарапайым адам, ол бір аспазшы болсын, юрист болсын, экономист болсын, кім болуынан қарамастан бәрібір де білу керек, өзінің зрениесі жайлы білу керек ақпараттарды бөлісіп жүрген жайым бар. Яғни қарапайым адам ретінде неге мен бұл жолды бастадым? Жалпы менің білімім бойынша мен психологпын. Неге зрение жайлы айтып кеттім? Ол жайлы мен YouTube-та видео салған болатынмын, қарап шықсаң болады. Жалпы бұл білімдерді 2019 жылдан бастап өзімде нәтиже болғандықтан мен ешқандай операциясыз 3 айдың ішінде -3,75-тен -1,5-ға жақсарттым. Және бұл нәтижені көргеннен кейін мен бүкіл әлемге осы методиканың жұмыс жасайтындығын, жалпы қазақ аудиториясына бұндай білімдерді алып келген ең алғашқы эксперт боламын. Алғашында посттар жазудан басталды, яғни пост жазу, сторис жазу, өзімнің нәтижелерімен бөлісу, солай 7 күндік марафондар жасадым, 1 айлық топтық курстар және де 3 айлық фокус группа ұйымдастырған болатынмын. Нәтижелер де жаман емес, әлі күнге дейін кері байланыстар келіп жатады. Сонымен қатар көптеген дайректке де, WhatsApp чаттарға да келетін сұрақтар да бар. Жалпы зрениемді жақсартуға бола ма? Табиғи жолмен жақсартуға бола ма? Операция жасатайын ба, жоқ па, не әсер етіп жатыр, қалай жақсартамын деген сияқты сұрақтар өте көп. Жалпы адам не жайлы ақпарат білмейді, и сол нәрседен ақпарат болмағандықтан қорқа береді, жасатайын ба, жасатпайын ба, дұрыс па, бұрыс па деген сияқты. Мысалы, кеше WhatsApp-та бір ер азамат жазған болатын, өзінің әкесі 67 жаста екен, и осыдан біраз жыл бұрын жұмыста жүріп көзін жарақаттап алған, бір көзін, и сол көзі көрмей қалыпты. Енді уақыт өте келе екінші көріп жүрген көзі тамырлары үзіліп, сетчаткамен проблема басталған. Және де офтальмологтарға барсақ, бір офтальмологтар айтады, срочно операция жасату керек деп, ал жергілікті офтальмолог жоқ, жасатпай қойыңдар, себебі и так бір көзі көреді, ал егер операция сәтсіз болатын болса, онда екінші көзі де көрмей қалуы мүмкін деп айтып жатыр. Сіздің ойыңыз қалай деген сияқты. Осындай сұрақтар келген кезде мен барынша шынайы жауап беремін, себебі мен офтальмолог емеспін, психологпын және өз басындағы тәжірибем бар, клиенттерден естіп жүретін, клиенттермен жұмыс барысындағы тәжірибем бар. Сондықтан да ашық айтамын, егер операция жасатсаңыз, мына дүниелер болады, мынандай жағдайлар болады, операция жасатпасаңыз былай болады. Енді шешім әр адамның өзінде деген сияқты барлығын ашық анық айтамын. Сонымен қатар көптеген осы зрениеға байланысты жалпы осындай сұрақтар келген кезде мен барлығына жеке-жеке жауап бере алмаймын. Кейде бывает, что Инстаграмда немесе TikTokта бір видеом атып кетсе, комментариялар келіп жатады, жаңағы дайректіңе жазып жатады, и мен всегда оларды ашып жеке-жеке жауап беруге қолым тимей жатады. Сондықтан да мен арнайы вебинар жасағым келеді, күнделікті сен таңертең тұрғаннан бастап кешке жатқанға дейін не сенің зрениеңе кері әсер етіп жатыр, оны қалай жақсартасың, жалпы зренияның төмендеуін, ең бастысы сіздер офтальмологқа барған кезде олар стеллас очкиларын немесе дефокусный линзалар деген сияқты, чтобы зренияның төмендеуін тоқтатуға арналған жаңағы коррекциялық құралдарды береді. Бірақ егерде комплексті жаттығулар жасайтын болсаңыздар, психологиямен жұмыс жасайтын болсаңыздар, жалпы курсқа келетін болсаңыздар, толыққанды осы дүниелерді от и до білесіздер. Бірақ курсқа қатыспас бұрын мен сіздерді вебинарға қатысуға шақырамын. Ол жерде жалпы зрениеңе не әсер етіп жатыр, мен қалай -3,75-тен -1,5-ға 3 айдың үстінде жақсарттым, қандай жаттығулар жасадым, қандай әрекеттер жасадым, оған дейін, қандай дайындықтар болды, қандай кедергілер болды, осының барлығын ашық анық айтып бергім келеді. Вебинар ақылы, бірақ та қолжетімді бағамен, себебі бұл кейде бывает, мен көмекшім жазып жатады, тегін бермейсіз ба, немесе скидка болмай ма деген сияқты сұрақтарды айтып жатыр деген сияқты. Бірақ сіздер уже білетін шығарсыздар, мен ашық сөйлескенді өте қатты жақсы көремін. Сондықтан да сразу айтайын,
ақылы курстар, вебинарлар болатын болса, значит, оның ішінде сол ақыға тұратын, даже ол ақыдан да артық білімдер беріледі. Ал егер тегін вебинарлар болатын болса, тегін эфирлар болатын болса, ол жерде жалпылама ақпарат беріледі де, бірақ бәрібір де сен до конца ол нәрсе жайлы білгің келетін болса, онда курсты сатып ал деген сияқты ұсынылады. Сондықтан да бірден мен тегін вебинар өткізіп, сосын барып платный вебинарға өткізбей, сразу осы вебинардың ішінде толыққанды айтамын деп өзімнің оқырмандарымды шақырып жатырмын. Жалпы қатысу қатыспау өз еріктеріңізде, бірақ та қатысатын болсаңыздар, сіздердің білімдеріңіз до и после болып өзгеретініне сөз беремін. Потому что мен үшін білген заттарыңды барлық адам біледі екен деп бөліспей жататын кездер болады. И әңгіменің арасында айтып қалғанның өзіне адамдардың көздері былай бақырайып, солай ма, ол жайлы бұрын білмеген екенбіз деген сияқты айтқан кезде, мен ойлаймын да, что бұл білімдер жайлы жалпы әр адам көзін сау етіп сақтағысы келетін болса, и оны жақсартқысы келетін болса, осы білімдерді міндетті түрде білу керек. Сондықтан сіздерді вебинарға шақырамын, және де осындай видеолар, пайдалы видеолар, қазақ контенті дамысын дейтін болсаңыздар, онда маған подписка жасап қойыңыздар, себебі ютубтың арасында жоғалтып алуларыңыз мүмкін. Маған олай жазатындар бар, сіздің парақшаңызды мен қарап жүретінмін, бірақ жоғалтып алдым, енді ғана таптым деген сияқты жазатындар бар. Сондықтан подписка жасап алыңыздар, лайк басыңыздар, және комментарияға өздеріңіздің кезекті видеода қандай тақырыпты қозғағанымды қалайсыздар, сол жайлы жаза кетсеңіздер болады.